Сандар сөйлейді, дерек дәлелдейді. Аптаның басты оқиғалары мен тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстары сан және дерек айдарында. Атырауда 6000-нан астам камера таргетай жүйесіне қосылды. Атырау қаласы полиция басқармасының жедел басқару орталығы жаңа таргетай атты ақпараттық жүйені іске қосты. Бұл жүйе орталықты ашық платформаға көшіру үшін енгізілді. Қазір осы жүйеге 6000-нан астам бейнебақылау камерасы қосылған. 4000-нан астамы көшелер мен қоғамдық орындарға орнатылған. 2000-нан астамы мектептер, балабақшалар, сауда орындары, базарлар сияқты нысандардан қосылған. 2024 жылы кілем жабыны жобасы аясында жүйеге қосымша мүмкіндіктер енгізілді. Енді бұл жүйе бет әлпетті таниды, көлік нөмірлерін анықтайды, күмәнді жағдайларды сараптайды, қалдырылған заттарды байқай алады. Ал 2025 жылдың ақпанында халық көп жүретін орындарға, сауда орталықтары, вокзал, әуежай, мектептерге арнайы бейне аналитикалық камералар орнатылды. Сондай-ақ жүйеге Ішкі істер министрлігінің ұсынысымен іздеуде жүрген адамдар, хабар ошарсыз кеткен азаматтар, пробациялық бақылаудағы тұлғалар туралы мәліметтер енгізілді. Атырауда марихуана тасымалдаған күдікті ұсталды. Атырау облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде қала аумағындағы есірткі таратумен айналысқан бұрын сотталған 33 жастағы Батыс Қазақстан облысының тұрғынын ұстады. Жеке тінту кезінде бір түйіншік пен бір дана пышақ тәркіленді. Сондай-ақ жеке автокөлігін тексеру барысында бір дана iPhone 15 маркалы ұялы телефон және 3 түйіншек табылды. Сондай-ақ күдіктінің көрсетуімен қала аумағында тағы 35 түйіншек анықталып тәркіленді. Алынған заттар салмағы 32,61 грамм болатын марихуана есірткі заты екені анықталды. Қазіргі уақытта күдікті сот қаулысымен тергеу изоляторына қамауға алынды. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялануға жатпайды. Жасөспірімдердің қатысуымен 600-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атырау қаласында кәмелетке толмағандармен және оларға қарсы жасалатын қылмыс пен құқық бұзушылықты анықтау және алдын алу, сондай-ақ құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында республикалық жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Бір аптада ішкі істер органдарына 451 жасөспірім жеткізіліп, 600-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және оларға білім беру 57. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына жол беру 12. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу 6. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылықтың 13 және кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болуының 434 дерегі анықталып отыр. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады. Тұрғындардың қауіпсіздігі қашанда құзырлы орган қызметкерлерінің назарында. Бұл сан және дерек айдары.